Қайырлы күн, құрметті білімгерлер. Қазіргі қазақ тілінің морфология курсы бойынша келесі дәрісімізді бастаймыз. Дәрісіміздің тақырыбы етістіктің ерекше тұлғалық түрлері. Бүгінгі сабақта қарастыратынымыз етістіктің ерекше түрлері, есімше, оның түрлері мен мағынасы, қызметі, есімшенің түрленуі, көсемше және оның түрлері, мағынасы мен қызметі, жіктелу ерекшелігі, тұйық етістік, түрленуі, көптелу, тәуелену, септелуі деген мәселелер. Алдыңғы сабақтарда айтқанымыздай, етістіктің лексика-грамматикалық категориялары және таза грамматикалық категориялары бар. Бірақ оның ішіне есімше, көсемше, тұйық етістіктер кірмейді, категория құрай алмайтын етістіктің ерекше тұлғалық түрлері деп аталады. Оның себебін біз талдау барысында білетін боламыз. Есімше деп нені айтамыз? Есімше етістік пен сын есім арасындағы аралық категория. Оған анықтама берген кезде іс-әрекеттің мәнін заттың сапалық белгісіне айналдыра отырып, бірде етістік, бірде есім қызметін атқаратын, есімдерше де, етістікше де түрлене алатын етістіктің ерекше түрі деген анықтама беріледі. Мұның ерекшеліктері неде? Ерекшелігі біріншіден есім сөздер сияқты тәуелденеді, көптеледі, септеліп қолданылады. Есімше сөйлем құрамында анықтауыш, толықтауыш, бастауыш қызметтерін атқара алады. Сондай-ақ сын есім секілді анықтауыш ретінде де қолданылады. Есімшелер есім сөздер сияқты болымсыздық мағынаны жоқ, емес сөздер арқылы да білдіре алады. Есімше мәні жағынан заттың белгісін білдіреді. Бірақ есімше арқылы көрсетілетін белгіменен сын есім арқылы көрсетілетін белгі бір емес. Сын есім заттың тұрақты, өзіне тән белгісін білдірсе, есімше оның іс-әрекетіне байланысты көшпелі, динамикалық белгісін білдіреді. Есімшелерді етістікпен жақындастыратын белгілер қандай? Біріншіден, етістік сияқты іс-әрекет жай күйді білдіреді, яғни заттың, нәрсенің динамикалық белгісін білдіреді. Ал есімдер статикалық мәнді білдіреді. Есімше етістік сияқты шақтық мағынасымен ерекшеленеді, яғни шақ жасауға негіз болады, сонымен қатар жақтық мағына береді, яғни жіктеуге негіз болып қолданылады. Бұл қасиеттері ол етістікке тән қасиеттері. Демек, есімше категориясы әрі есім сөздерінің, әрі етістіктің орнына жүретін категория. Соған байланысты профессор Исаев көрсеткендей, есімше есім сөз мәнінде қолданылғанда категориялық сипаттан айырылып қалады да, етістік мәнінде қолданғанда етістіктің белгілі бір категориясын, яғни шақты жасауға негіз болады. Сондықтан да оны бір категорияның шеңберінде қарауға болмайды да, етістіктің ерекше түрі деп атаймыз. Есімшенің өзіне тән жұрнақтары алдарыңызда тұр. Біріншіден ған-ген, қан-ген жұрнағы, екінші атын, етін, итін жұрнағы, ар-жер-ры, с жұрнағы, мақ-мек, бақ-бек тақ жұрнақтары. Бұл жұрнақтар етістіктің құрамында келген кезде шақтық мағына береді, ал енді заттық мәнде жұмсалған кезде ол қимылдың түрлі сындық белгілерін білдіреді. Есімше есім сөздер секілді түрленеді дедік. Мысалға, көптелуі, ған-ген, атын, етін жұрнақтарымен келген есімшелер көптік жалғауын қабылдай алады, бірақ басқа жұрнақтары көптік жалғауын қабылдай алмайды. Сондай-ақ есімшенің барлық түрі тәуелденеді. Мәселен, менің келгенім, сенің келгенің, сіздің келгеніңіз, оның келгені деген секілді. Барлық түрі септеледі, яғни септік жалғауларын қабылдай алады. Мысалға, келген, келгеннің, келгенге, келгенді, келгеннен, келгенмен деген секілді септей аламыз. Сондай-ақ есімшенің барлық тұлғасы жіктеле алады, яғни жіктеуге негіз болады дейміз. Көсемше дегеніміз не? Көсемше бірде жіктеліп келіп, немесе күрделі етістіктің құрамында
негізгі етістік ретінде қимыл іс-әрекеттің өзін емес, оның әртүрлі сипатын, амал сынын, себеп мақсатын, мезгілін білдіріп, екі түрлі мәнде, бірі етістік, екіншісі үстеу мәнінде қолданылып, екі түрлі қызмет атқаратын етістіктің ерекше түрі. Көсемшенің жасайтын арнайы жұрнақтары бар. Олар А, Е, И жұрнағы. Ол әдетте ауыспалы шақты береді. Ауыспалы деп айтатынымыз А, Е жұрнағы кейде осы шақты берсе, кейде келер шақты беріп кетеді. Екінші П, Ып, Іп жұрнағы әрдайым өткен шақты береді. Оны кейде бұрынғы өткен шақ деп айтамыз. Қалы кел жұрнағы мақсатты келер шақты береді. Көсемше жіктеліп қолданылып, әрдайым сөйлемнің баяндаушын жасауға негіз болады. Мәселен, бірінші шақта мен барамын, мен барыппын, немесе барғалы жүрмін. Екінші шақта сен барасың, барыпсың, барғалы жүрсің. Сіз барасыз, барыпсыз, барғалы жүрсіз. Ол барады, ол барыпты, ол барғалы жүр. Мұндағы ерекшелік А, Е және А, Е, И, П, Ып, Іп жұрнақтарынан кейін үшінші жақта жіктік жалғауы ашық қолданылады. Ал енді ғалы келімен келген тұлғалар тікелей жіктеле алмайды, одан кейін міндетті түрде көмекші етістік тұруы керек. Көсемшенің сөйлемдер қызметтері қандай? Біріншіден, негізгі қызмет әрине баяндауыш қызметі. Мәселен, білекті бірді жығады дегенде, жығады деген А көсемші жұрнағына келіп, сөйлемнің жіктеліп қолданып, сөйлемнің баяндауышы болып тұр. Екіншіден, пысықтауыш қызметін атқарады. Олар әңгімені қызығып тыңдады. Қалай тыңдады? Қызығып тыңдады. Яғни негізгі етістіктің алдындағы етістікке жалғанып, сол негізгі қимыл әрекеттің сын сипатын білдіріп кетіп тұр. Демек, бірде баяндауыш, бірде пысықтауыш қызметін атқаратын, екі жақты қызмет атқаратын етістіктің ерекше түрі дейтініміз сондықтан. Келесі тұйық етістік. Тұйық етістік шақпен де байланысты болмайтын, қимыл атауын білдіретін етістіктің ерекше түрі. Ол етістік түбірлеріне, лексика-грамматикалық категорияларына жалғанады да, рай, шақ тұлғалардың үстіне жалғанбайды. Яғни тұйық етістік тікелей жіктеле алмайды дейміз. Мысалға, бар десек бару, сөйлесу, айтпау. Яғни түбірге де, категорияларға да, басқа категориялық тұлғалардың үстіне де жалғана береді. Тұйық етістік қалай түрленеді? Тұйық етістік біріншіден тікелей жіктеле алмайды. Мысалға, мен барумын, сен барусың деп айта алмаймыз. Екіншіден, септеліп қолданылады. Атау септік бару, үлік септік барудың, бар септік баруға деп септей береміз. Бұл жерде әрине етістігіміз заттанып қолданылып тұр деген сөз. Тұйық етістік тұлғасындағы етістіктер көптік жалғауында қабылдай алады. Мысалға, айтулары, сөйлеулері, келулері деп көптей аламыз. Сондай-ақ тәуелдене алады. Мысалға, менің айтуым, сенің айтуың, сіздің айтуыңыз, оның айтуы деп тәуелдеп қолдана аламыз. Тек қана жіктей алмаймыз. Келесі тұйық етістіктің сөйлемдегі қызметі әркелкі. Мысалға, міндетіміз жақсы оқу дегенде сөйлемнің соңында баяндаушы болып қолданылып тұр. Оқу білім бұлағы дегенде оқу не деген сұраққа жауап беріп, сөйлем бастаушы болып тұр. Оқудан қалма дегенде неден қалма? Бұл толықтаушы болып кетті. Септеліп келіп, ал асыл кітап оқуда дегенде сөйлем аяқтап, тиянақтап, жіктеліп қолданылып, сөйлемнің баяндаушы болып тұр. Ал оқу үшін келдік дегенде, оқу үшін, не үшін деп қимылдың мақсатын білдіріп, пысықтауыш қызметін атқарып тұр. Демек, барлық сөйлем мүшесінің қызметін атқара алады. Ол да тұйық етістіктің заттануымен байланысты деген сөз. Бұл тақырыпқа қатысты қосымша мәліметтерді әдебиеттер тізімінен қарап біле аласыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.